Барлықтарыңыз саламатсыздар ма? Менің есімім Смағұлова Мадина, жасым 27-де, декреттегі анамын. Қазіргі уақытта екінші декретке дайындалғалы жатырмыз. Майда бұйыртса екінші баланың ата-анасы болып есептелетін боламыз, жолдасымыз екеуміз. Бұл бизнесті біз екінші ұрпақ деп айтуға болады. Бизнес жасап келе жатқан себебі ата-анамыз, жолдасымның ата-анасы бұл бизнесті 14 жылдан бері үлкен лидерлер, бізді осы бизнесқа көрсеткен, алып келген, осы бизнесқа шақырған. Осы бизнесті мен сол адамдарды үлгі етіп, басында қалай жасауға болады деген сияқты қызығып, содан кейін барып мен осы бизнесқа қызығып, мен де келдім деп айтуға болады. Қазіргі уақытта онлайн түрде, офлайн түрде, осылай Zoom кездесулер арқылы көптеген адамдармен сөйлесіп, байланысып, бизнесті таныстырып жатырмыз. Және бүгін мен сол презентацияны айтып өтетін боламын. Қандай бізде мүмкіндік бар? Осы бизнесті қалай дөңгелетіп бастасақ болады, үйде отырып қалай бастауға болады, интернетпен қалай жұмыс жасауға болады деген сияқты. Мен сізге бүгін бизнес туралы жайында айтып берем. Біздің интернет магазиніміздегі бар продукциялар жайында айтып берем, қысқаша ақпарат. Және де соңында бұл бизнесте қалай ақша табуға болатыны туралы ақпаратты айтып берем. Примерно 40-45 минут болатын қысқаша ғана презентация. Бұл бизнесті мен не үшін айналысып бастадым? Басында бұл қосымша табыс отбасына. Қазіргі уақытта пандемия кезінде, ЧП кезінде, карантин болды, не болды, енді казахский предприниматель, бедный казахский предприниматель деген нелер қалжыңдар жүріп жатыр ғой қазір мемберде. Қазіргі уақытта біз мысалға осы орайда қалай біз өзіміздің қолымызға алып, қосымша табыс болсын, біздің отбасылық мысалға қазіргі уақытта бұл қосымша емес, бұл основной біздің табысымыз. Қалай біз солай өсіріп, осы бизнесті қалай бастасақ болады? Қаржылық қысымнан құтылуға болады осы бизнес арқылы. Қазіргі уақытта каспи реті жоқ, кредиті жоқ, немесе рассрочкасы жоқ адам аз шығар. Бұл бизнесті қолымызға алу арқылы біз сол барлық қаржылық қысымнан құтыла аламыз. Бастықсыз жұмыс, бұл жұмыста сізде тұр, ұйықта кел, понедельниктен бастап жұмыстан қалма, больничный алып кел деген сияқты сұрану ондай жоқ. Бастықсыз өзіңізге өзіңіз бастық болып, өзіңіздің арманыңыз, өзіңіздің мақсатыңыз бастық болып, сіз жұмысқа басқаша құлшыныспен жасасаңыз болады. Себебі бұл өзіңіздің қосымша табысыңыз, өзіңіздің бастаған бизнесіңіз. Басқаларға көмек беру арқылы өзіңізді сауап жинайсыз біріншіден, екіншіден адамдарға мүмкіндік жайында, продукция жайында, саяхаттау туралы ақпарат жайында басқаларға сіз үлкен көмек бере аласыз. Себебі қазіргі уақытта ізденіс үстінде жүрген адам көп. Не айналыссам екен, әрбір қазақтың арманы бірдеңе ашып алсам екен деген сияқты. Осы бизнесті бастау арқылы көптеген адамдарға көмектесе аласыздар. Өзіңіздің өмірлік ұстанымыңыз өзгереді, ортаңыз өзгереді. Бизнесті айналысып бастаған кезде көп адамдардың бизнесқа дейінгі және кейінгі түрі де өзінің ойлау қабілеті де өте айырмашылығы зор. Адамдармен қарым-қатынас, сөйлеу әдебиеті, өзін дамыту деген сол пунктқа тоже жатады. Дәстүрлі бизнес пен сетевой бизнестің айырмашылығы желілік маркетинг деп аталады. Қазақша енді прям қазақша былай не істемей ақ қояйын, терминдермен сөйлемей ақ қояйын. Дәстүрлі бизнес пен тұтынушының арасында делдалдар бар, посредники называются. Біз мысалға даже бір осындай көйлек алатын болсақ, немесе айфонға чехол алатын болсақ, немесе ручка алатын болсақ, мысалға бұл ручканың бағасы мен мысалға 700 теңгеге алдым дерлікті тұтынушы ретінде, себебі маған жазу керек. Өндіруші зауытта бұл ручканың бағасы 100-200 теңге болуы мүмкін. А оның ортасындағы ақша қайда кетті? Крупный оптовик, мелкий оптовик, розница, реклама, жарнама, жеткізу, билбордтағы, бартерда, блогерге берген ақша барлығын осы ручканың құнына ішіне кіргізеді да, соңында 200 теңге тұратын ручканы біз 700 теңгеге аламыз. Ортасында 80% посредникке кетеді. Ал біздің сетевой бизнестің айырмашылығы, желілік маркетингтің айырмашылығы қандай? Біз тұтынушы бола тұра тікелей осы өндіруші зауытпен қарым-қатынаста боламыз да, келісім шартқа отырамыз да, осы ручканың бағасын өзінің бағасының себестоимость арқылы аламыз. Тұтынушы мен өндіруші зауыттың арасында делдал жоқ біздің бизнесте. Мысалға сіз интернет-магазинге қазіргі уақытта бизнес бастаймын деп келсеңіз, сіз мысалға маған ақша төлемейсіз, сізге реферальная ссылка беріледі, тікелей интернет-магазин арқылы, тікелей Forever бизнес өндіруші зауытпен сіз келісім шартқа отырасыз да, маған мен мысалы қалада болмасам да, мен мысалы басқа жаққа кетіп қалсам да, ауырып қалсам да, сіз маған төлемейсіз, сіз тікелей Астана немесе Алматы немесе Атырау қаласындағы складтарға барып, өндіруші зауыттың дистрибьюторлық орталықтарына барып, сіз напрямую товарыңызды алып кетсеңіздер болады. Неге бұл кәсіп мінсіз, неге идеальный бизнес деп аталады? Себебі көп ақша салуды қажет етпейді. Сіз мысалы күнделікті түрде аптекаға барасыз, витамин
спремен аласыз, шашыңызды жуасыз, тісіңізді жуасыз, мысалға көрпеңізді жуасыз деген сияқты сол продукцияның барлығын біздің интернет магазиннен ала отырып сіз ақша таба аласыз. Керемет, теңдесі жоқ тауар туралы мен айта өтем қазір. Банкрот болудың қаупі жоқ. Мында сіз миллиондап ақшаңызды құймайсыз. Менің бұл бизнестен бұрын традиционный бизнесте кішкене опытым болған, сумкалармен айналысқанмен. Кішкентай сумка, Майкл Корс нелер копияларда, Луи Виттон, Майкл Корс сияқты копияларын сатқанмен, Қытаймен жұмыс жасағам. Онда мен мысалға бизнесті ашу үшін миллион жарым теңге құйдым. Себебі маған бутик ашу керек болды, закуп жасау керек болды, продавецім бар, анау мынау деген сияқты. А бұл бизнесте мен не істедім? Өзім қолдану керек товарды алдым, қызықтым, шампунь алдым, тіс жуатын паста алдым, витамин С алдым, гель для душа алдым деген сияқты. Мен мысалға банкрот болған жоқпын, мен ақша құйған жоқпын, ол товарға мен мысалға өзіме керекті нәрсенің бәрін алдым. Сізде жұмыс жасайды. Бұнда мысалға сіз өзіңіздің бизнесіңізді аяққа тұрғызып, ары қарата дөңгелетіп жүргізсеңіз, бұл бизнес ар жағында сізге пассивный доход ретінде сізде жұмыс жасап кете береді. Шексіз табыс, ешқандай потолок жоқ, крыша жоқ, қанша тапқыңыз келеді, сол бойынша план қойып, сол бойынша жоспарлап, соншама ақша таба аласаңыз болады. Енді компания жөнінде қысқаша айтатын болсақ, бұл компанияның аты Forever Living Products, америкалық компания, 43 жылдан бері келе жатырған, өте аяққа нық тұрған ветеран компания деп айтуға болады. Бұл бизнес, бұл басқа сетевой маркетинг. Бұрын егер сетевой маркетинг туралы естіген болсаңыздар, бұл басқа сетевой маркетингтермен айырмашылығын айта өтейін. Басқа сетевой маркетингтер каталог шығарады ай сайын. Бізде каталог жоқ. Ай сайын закуп ЛТО деген бар. Бізде ондай жоқ. Мысалға, оларда продажа басынымда, бізде ондай жоқ. Бізде басыны тұтыну бизнесі. Сату бизнесі емес, тұтыну бизнесі. Не бизнес продаж, а бизнес потребление. Мысалға, біз төртіншіден, бұл бизнеста, бұл продукцияның, бұл компанияның философиясы өте бөлек. Мысалға, біз шығарушыдан бастап, өндіруші зауыт осы алоэ вераның өсіруінен бастап, бізге компанияға алып келіп, осы Алматыда логистикасына дейін компанияның өзіне бір адам басшы. Мысалға, бізде қазір февраль-март айында әлемде болып жатқан жағдайды білеміз. Сол әлемге болып жатқан жағдайға қарамастан, курстың 2 есе өсуіне қарамастан, біздің продукциямыз қымбаттаған жоқ. Неге? Себебі біздің шикізатымыз сырье наше, шикізат біздікі. Біздікі мысалға алып отыратын болсақ, алоэ вераны өздері өсіреді компания, алоэ вераны өздері жуады, кеседі, және де зауытқа өздері алып келеді. Бұл запатентованный формула, патенттелген формула деген, ішіндегі тек қана мына алоэның желейкасын ғана қолданады, сыртындағысын бәрін кесіп тастайды. Неге? Себебі бұны іште қолдануға болмайды. Кейбіреулер айтуы мүмкін, алоэ вераны ішуге болмайды, оның ішінде биостимулятор бар, анау-мынау деп та. Бізде онда айырмашылығы өте зор. Неге? Себебі қазіргі уақытта сыртындағы именно қабығын алып тастау арқылы ішінде алоэні бар. Қабығын алып тастау арқылы тек қана ішіндегі біз желейкасын қолданамыз. Бүкіл біздің тауарларымыз, крем болсын, дезодорант болсын, витамин болсын, фреш-соктар болсын, бәрі алоэден жасалған. Сонысымен ерекше компания. Ал мысалға басқа компанияларды алатын болсақ, өте әйгілі компанияларды алатын болсақ, оларда мысалға киім де бар, зубочистка да бар, витамин де бар, крем де бар, химикат та бар. Әрбір продукцияның әрбір несі, нышаны әрбір жерден алынады. Біреу Германиядан, біреу Қытайдан, біреу Швециядан, біреу тағы бір жақтан деген сияқты. Және де әрбір ел әрине өзінің несі болғаннан кейін, посредник болғаннан кейін, олар бағасын қымбаттатқаннан кейін, сол сетевой компанияның тауары да қымбаттайды. А бізде жаңағы витамин болсын, фреш-сок болсын, кремдер болсын, барлығы бізде компанияның өзі ғана қолданып бастайды. Енді компанияның несі туралы айтатын болсақ, интернетім неустойчивый дейді. Қыздарға ұрысу. Компанияның өзі туралы айтатын болсақ, 1978 жылы компания құрылды, 168 мемлекетті қамтиды, $4,5 миллиард товарооборот компания. Ай сайын, мысалы, $4,5 миллиард болса товарооборот. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз даже Кока-Колаға қараған кезде салыстырмалы түрде өте жоғары товарооборот. Карантиннің уақытында, тем более товарооборот өте үлкен өсті деп айтуға болады. Алоэ вера гель, бұл енді продукция жайында қысқаша айтып өтейін. Алоэ вера гель 50% товарообороттың барлығы осы фреш-соктардың негізінде жасалған. Осы фреш-сокта
неге маған ішу керек, менің денсаулығым жақсы, мен мысалға ешқандай ауыртпашылығым жоқ дейтін адамдар болса, біздің 80% иммунитетіміз тоқ шекте. Егер осы отырған вебинарда адамдардың барлығын біз неге өткізетін болсақ, скринингке, да, ол адамдарды қалай біз тексереміз? Қан тапсырамыз, моча анализ тапсырсақ, все равно әр адамның бір жері сырқырайды, бір жері ауырады, бір жері шаршайды деген сияқты, іседі деген сияқты бір қандай да бір относительно здоровый деген категорияға жатамыз. Қалыпты түрде кішкене ғана бір ауыртпашылығы бар, 100% бізде дені сау адам жоқ. Себебі қазіргі уақытта экология, стресс деген бар, онлайн облучение и так далее. Солай мысалға фреш-сокты бізге не үшін ішу керек? Профилактика ретінде. Бұл дәрі емес, бұл панацея емес, бұл жай ғана бізге иммунитетімізді көтеруге, біздің бетіміздің жақсы болуына, пигментация болмауына, прыщиктер болмауына жақсы көмектесетін, бізге 200-ден астам құнарлы элементі бар, витамині бар, минералы бар, құрамында амин қышқылдары бар, өте мықты продукция. Бізге мысалға Ресей Федерациясының институт питания бойынша статистикасы бойынша, енді Россия мен Қазақстанның примерно ұқсайды ғой, тамақтануы, гречкасы, картошкасы, еті деген сияқты. Солардың данные бойынша қазіргі уақытта біз жейтін тамақта тек қана 5-6% қана құнарлы элемент бар екен. Біздің жасушаларымыз тамақ ішкісі келеді. Неге біз фастфудқа жүгіреміз? Неге біз мысалға балалар бор жегісі келеді? Біреулердің там анемия, скрытая анемия деген көп, билирубин деген көп, давление деген көп. Жақындап қалса, көп адамдар мысалға проблемалары бар да. Сондықтан да осы мысалға витаминдерді біз іше тұра қандай біз жақсы неге өзімізді жақсартамыз, өзіміздің сезінуімізді жақсартамыз, сондай проблемаларды алдын аламыз. Бұл алоэ вера фреш согы 98% алоэдан тұрады. Ең бірінші очередь халал сертификациясы бар. Халал дегеніміз бұл біздің колбаса сырымызға беретін халал емес, оны сатып алуға болады деп айтады, білмеймін енді. Ал біздің халалымыз именно 3 ислами мемлекет осындай консилиумге отырып, құрамында ешқандай химикат болмауына, краска болмауына, адамның денсаулығына зиян келтіретін элементтердің болмауына жауап беретін сертификат. Кашерный сертификат, еврейлердің Израильде берілетін сертификаты кашер. Мысалға, оказывается, мен өзім білгенде шошып кеттім. Кашерный холодильник бөлек болады екен тамақтармен, и не кашерный тамақтар, оказывается, бөлек тұрады екен. Оларда на такой степени адамдар қатты қарайды да, мысалға, кашерный болуына тамақтың. Сондай біздің фреш-согымыз, оказывается, кашерный холодильникте тұрады екен, мысалы, былай қарасақ. Ешқандай тест жүргізілмейді жануарларға. Международная ассоциация алоэ вера құрамында қазіргі уақытта матраста алоэ вера мен, влажная салфетка, памперс, қай жерге болсын алоэ вераны бәр жерге таға береді, былай айтсақ. Жидкое мыло бар тоже алоэ верамен. Бірақ құрамын оқысақ, основа вода, ішінде 0,001% алоэ вера деп аталады. Осындай сертификат көрмесеңіздер, онда алоэ вера ішінде атымен жоқ деген сөз. Неге? Себебі бұл именно осы алоэ вераны зерттейтін үлкен институт бар. Біздің компанияға қатысы жоқ, жай ғана алоэ вераны зерттейтін институт. Ол мысалға ромашканы, тысячелистникті, жусанды, бидайды зерттемейді. Именно алоэ вера. Неге? Себебі бұл алоэ вера деген өте мықты, өте құнарлы өсімдік екен уже бұрыннан бері білген. Біздің атам қазақта білген, бұрынғы кезде Наполеон, Клеопатра деген үлкен белгілі әйгілі адамдар тарихтағы, оларда алоэ вераны как доктор ретінде жараны емдеуге, бетке жағуға өте күшті қолданған екен. Дерматестте ешқандай аллергия не вызывает, сертификация ИЗО, ұқсас качество соответствие бүкіл біздің стандарттарымызға сәйкес келеді деген сөз. Осындай соқтың 4 түрі бар. Бірінші сок алоэ вера 98% алоэдан тұратын тоқшек тазалайтын. Біздің тоқшегіміз былай труба сияқты қарайтын болса, осында әрдайым жыбырлап тұру керек. Түкшелерден тұрады екен, барсинки орысша айтқанда. Түкшелеріміз әрдайым жыбырлап тамақ түседі, сол арқылы ортасына еніп қанға микроэлементтер барады. Негізі дұрыс биологиялық процесс бойынша. Ал біз дұрыс тамақтанбаймыз, фастфуд жейміз, кейде тойға барамыз, тойды жеп алып ұйықтап қаламыз, кейде ащы жейміз, кейде майлы жейміз, тем более қазіргі оразаның кезінде обязательно осы сокты ішіп отыру керек. Неге? Себебі біздің тоқшегімізге, біздің іш құрылысымызға жеңілдік беру үшін. Сол жаңағы соның барлығының әсерінен, стресстен, сол жаңа түйіршіктер, түтікшелердің барлығы жабысып қалады. Тамақ түседі, витаминдер бармайды. Содан кейін де запор болады, содан кейін де тырнақ слоит етеді, содан кейін де бетте пигментация пайда болады. Бұл сок не істейді? Тоқшекке барып, жаңағы ворсинкалардың арасын бәрін тазалайды. Бүкіл микрофлораның барлығын тазалап, бәрін қалыпқа келтіреді. Бұл именно классикалық
сары сок алоэ вера. Көп адамдар біледі, сары бочонок деп айтады, сары сок деп айтады, гель деп айтады, алоэ деп айтады да, әркім әртүрлі айтады. Одан кейін мына қызыл крышкасы бар сок, ішінде 90% тоже алоэ, мына сары сок, алма и клюква бар. Ол не? Противовоспалительный сок. По женский проблема болса, мочеполовая система, почкамен проблема болса, өте күшті көмектеседі. Freedom сок, суставной сок, бұның бізге именно көмегі біздің сүйек жерімізге арналады. Хондроитин сульфат, глюкозамин сульфат, органическая сера и акулий хрящ бар құрамында. Сок с персиком, бұның ішінде калий бар, кератиноид бар, запорға өте күшті көмектеседі. Балалар өте жақсы ішеді, себебі дәмі өте тәтті. Поместен пауэр бізде жүрек қан айналымына жақсы көмектесетін сок. Анар шырынның негізінде жасалған мангустин бар құрамында, и плюс көптеген жеміс жидектер бар. ФАП деген біздің ең сүйікті энергетикамыз. Қазіргі уақытта мен 9-ай береміз болса да, осы энергетикті күніне 2-3 ішем. Неге? Себебі қазіргі уақытта энергия керек, күш қуат керек. Және де бұның бізге ішуге болатыны халал сертификатымен дәлелденген. Иммубленд деген витамин С, витамин D3 бар құрамында. Қазіргі уақытта хит витамин, цинк және де құрамында негізінде жасалған. Бұл шайтаки және майтаки деген саңырауқұлақтардың негізінде жасалған. Онкоклеткаларды өлтіруші, иммунитетті қорғаушы, бос радикалдардан қорғаушы, біздің жасушаларымыздың бронежилеті деп айтуға болады. Лин бұл сахарды түсіретін витамин, холестеринді, сахарды түсіретін, нормаға алып келетін. Сахарный диабет деген қазір сплош и рядом. Файбер деген клетчатка, жас ұмық қазақшасы. Клетчатка дегеніміз не? Бұл пылесос, бұл витамин емес, бұл минерал емес, тоқшекке барады да, клейка, желеобразный текстураға айналады, как мысалға жабысқақ текстураға айналып, өзіне бүкіл нашар керек емес нәрсенің бәрін жабыстырып алады да, организмнен шығарып тастайды. Бұл как бізде пылесос немесе сыпыртқының әсері деп айтуға болады. Кальций дегеніміз бұл кальций, магний, витамин С и D3. Бұл кальцийдің нағыз жаңа түрі, нағыз хилатный формуласы. Бастапқы бірінші этаптағы кальций амалатный болуы мүмкін, глюконатный болуы мүмкін. Қазіргі уақытта хилатный формула біздің организмге 100% сіңіп, ешқандай тас құм болып қалмайтын кальцийдің керекті түрі. Натурмен бұл минерал, бұның құрамында иод, селен, молибден, калий, кальций, ванадий деген сияқты минералдар бар. Минерал жетіспегендіктен не болады? Тырнақ слайд етеді, шаш түседі, шаш ағарады, щитовидкамен проблема болады. Соның әсерінен минерал жетіспегендікте сондай проблемалар болуы мүмкін. Витамин С, Нобель сыйлығына иегер витамин С, папайя, лимон, апельсин, мандарин, сұлы, овсяная отрубь и бал, мед. Бұның барлығы пресстеп жасалынғанда біздің организмде 5-7 сағатқа дейін қорғайды. Сол формуласы үшін Нобель премиясына иегер. Біздің суточный нормамыз негізі біз витамин С организміміз біздің оказывается шығармайды екен. Біз сырттан алуымыз керек. Біз туалетке бардық па, шошып кеттік па, жыладық па, түшкірдік па, витамин С шығып кетеді организмнен. Оны қайтадан қалпына келтіру үшін бізге күніне 2 килограмм апельсин жеу керек екен, оказывается. Қазіргі уақытта алманы бір тістеп қойып қойыңыз, сарғаймайды алма. Неге? Себебі қазіргі уақытта білеміз да, Қытайда қалай шығарылатынын, сыртын мысалы қалай жылтыратып қоятын фрукты, овощтарын. Біз витамин С жейміз, біз алма жейміз, біз апельсин жейміз. Экспертизаға апарып қаратса, құрамында ешқандай пайдалы элемент жоқ. Неге? Себебі қазіргі уақытта бұның тамақтың бәрі бизнеске айналып кетті. Даже еттің өзін, тауықтың өзін қарайтын болсақ, үрдіріп, ісірдіріп қояды жаңа уколдармен да. Сондықтан да біздің именно витамин С-ның бүкіл шығарылымы компанияның өзінің мойнында, және де бұл халалдығы да айтады. Құрамында 100% керекті микро-макро элементтер бар деген сөз. Шөптен жасалған биоқоспалар, лайсиум плюс атқар кебуші, егер темекі шегетін адамдар болса, қатты жөтеліп тамағынан қақырығы шықпай жатырған балалар болса, үлкендер болса, именно осы бронхтарды, лимфа жасушаларын өте қатты күшті тазалайды. Чеснок, тимьян бұл енді керемет витамин, чеснок майы және де тмин майы қазіргі уақытта популярны да. Және де глистагоны, протипаразиттарны алдында бір сурет келді, гүлмоншақ осында болса, күшті результат болды. Кішкентай баланың прям аскарида болған, анализ көрсетпеген кішкентай бала аузын сықырлатады, жөтеледі, түсініксіз, дұрыс сөйлемейді, түнде ұйықтамайды, скрытый анемия, оның барлығы оказывается құрт бар деген сөз екен. Құрт бар деген сөз ол опасный емес, просто ол жануардан да, мысалы фруктыны дұрыс жумай жесек те, аузымызға қолымыз салсақ та, топырақтан да ол құрт шығуы мүмкін ананың организміне. А бұл именно чеснок, тимьян бір горшок аскарида шыққан жаңағы баланың көтенайынан. Соны көріп шок болдық. Осы чеснок, тимьян, сосын лайсиумның әсерінен. Forever Daily, микрофондарымызды өшіресіздер ма, құрметті достар. Forever Daily бұл витаминный минеральный комплекс, бұның құрамында бізде керекті біздің микрофоны. Так, Махинур, рахмет, Эльвира.
Бұның құрамында бізге керекті Forever Daily 55 түрлі фрукты овощтың негізінде жасалған бізге керекті күнделікті витаминді минеральный доза бар. Мысалға біз сок алоумен бірге ішетін болсақ, қазақтарға арналған 1 витамин от всего. Бір витаминді алып, мысалға барлық керекті микро-макроэлементпен қамтысақ болады организмімізді. Бұл поля зелені, грубая клетчатка. Біз қазақ в принципе не жеген жақсы көрмейміз, зелень жегенді. Оның орнына мысалға тамақтың алдында 2 штук жеп алсақ, салат жеген сияқты боламыз. Брокколи бар ішінде, люцерна, пшеница деген сияқты, каенский перец, өте мықты жасыл компоненттер бар. Кішкентай балаларға витамин, бірақ қазір, к сожалению, жоқ Қазақстанда. Виталайз мужской, виталайз женский, проблема мочеполовая система, простатит, етек дұрыс келмейтін болса, гормональный кішкене бұзылулар болса, өте күшті көмектеседі. Аяғы ауырлыққа мысалы дайындап жүрген ата-аналар болса, тоже папасы мен мамасы ішсе, жақсы сапалы бала дүниеге келеді. Ешқандай билирубинсіз, ешқандай давлениесіз, ДЦП-сіз. Қазіргі уақытта сақтансаң ғана той сақтамын дейді ғой. Қазіргі уақытта дайындықпен, наоборот, осознанно келген беременностьқа өте мықты. Біздер жолдасымыз екеуміз полный курс программамен осы программаны ішіп шықтық. Екінші баламызды өстіп жоспарлаған кезде. Forever Move бұның ішінде витаминный минеральный комплекс тоже суставтарға арналған хондроитин, глюкозамин, органическая сера. Фокус бұл енді мықты витаминный комплекс БАД біздің ми қабілетіміздің, ДНК-мыздың жаңаруына әсерін тигізетін. Бала, например, сөйлемейтін болса, ДЦП балаларға отсталый, умственно отсталый кішкене болады ғой, бір қатты айтып қойдым ба, бір миышығына бір жетпейтін, бір кішкене ойлау қабілеті, бір кішкене бір энергия жетіспейтін, сондай балаларға өте күшті көмектеседі. Үлкен адамдарға, альцгеймер проблемасы бар адамдарға, немесе инсульт, инфаркт алған адамдарға өте күшті көмектеседі. Былайда, егер студент болса, оқушы болса, қазіргі онлайн формат, соткамен, компьютермен постоянно біз қарым-қатынастамыз. Осы фокус именно концентрацияны өсіруге, ми қабілетін жұмыс жасатуға, өзіміздің жақсы активны жұмыс жасауымызға қазіргі 21 ғасырда керекті витаминный комплекс деп айтуға болады. RG+ бұл эларгинин, бұның Нобелевский премиясы бар, 2 мәрте. Бұл біздің организмімізге кислород. Пандемия кезінде пневмония болған адамдардың көбі осы аржыға отырды. Неге? Себебі біздің бұлшық еттерімізге, органдарымызға мықты кислород алып барады. Бұның құрамында ежевика, малина сияқты өте көптеген жеміс-жидектер бар. Ішінде К2 витамині бар, өте керекті біздің сүйектерімізге, жасушаларымызға. Және де бұл ер адамдарға репродуктивная система, как мужской натуральный Виагра жұмыс жасайды. Нутрокудейст біздің жүрегіміздің саулығы, давление болса, жүрек ауырса, инсульт, инфаркт болмау үшін. Травяной чай бұл желчегонный, мочегонный, тоже көп адамдардың отектар кетіп жатады, көп адамдардың лишний вестар кетіп жатады. Алоэ негізі гүлінен жасалған, 4 жылда бір рет алоэ гүлдейді. Соның әсерінен, соның гүлінен плюс 25 түрлі шөптік нәрселердің шөптер осындай күшті чай жасайды. Мысалға, ауыз ашқаннан кейін обычный чай ішсеңіз, жатарда бір шай ішкіңіз келсе, осы жаңа біз травяной чай ішіп алдық. Себебі бұл іш құрылысымызға жеңілдік береді, тамақтың қорытылуына өте күшті көмектеседі. Бессонница болса, ұйықтай алмайтын адамдар болса, өте күшті, давлениеға да жақсы көмектеседі. Пробиотик, жаңадан айтып өтірген менің 80% иммунитет тоқшекте орналасқан. Сок алоэ мен пробиотикті ішсеңіздер өте мықты көмек. Бұл дегеніміз біздің организмімізде негізі керекті бактериялар мен керексіз бактериялар, пайдасы жоқ бактериялар бар, вредные и полезные бактерии. Бұл именно полезный, керекті 6 түрлі штамм бактерия, бір капсуласында 8 миллиард бактерия бар. Тоқшекке түсіп, жаңағы капсуласы ашылады да, барлығы жерде генеральный уборка жасайды да, и фундамент қойып береді сізге. Жылына, он постоянно ішіп керек емес, жылына осындай переходной сезонда, қазіргі уақытта апрельде, сосын сентябрьде ішсеңіз болады. Запоры бар, атопический дерматит, псориаз, экзема, гастрит, панкреатит, язва желудка, бәрі тоқшектен басталады ғой. Соған бірден-бір көмек осы пробиотик. Ал енді жасаған кремдеріміз бар, прополис крем, противоинфекционный, проблемный кожа болса, эрозия, псориаз болса, хит разогревающий крем, тоже бел ауырса, воспаление, артрит, артроз болса, күшті қыздырады, арқаны пищевой пленкамен орап қоямыз, массажный такой эффект береді. Одан кейін МСМ жаңағы пищевой пленканы алып тастап, қағазбен остатоктарын алып тастап, МСМ крем жағуға болады. Бұл біздің сүйектерімізге дейін жететін крем, воспалениені алып тастайды. Мысалы, кішкентай балалар құлап қалса, жырып алса, бір жерлерін ауыртып алса, бір непонятный бірдеңе шықса, МСМді жақсақ болады. Бұл күкірт, қазақша айтқанда күкірт. Желе активатор и ферст бұл аптечка, әрбір баласы бар үйде болу керек.
әйел мен күйеу мысалға бар адам, семья бар адамның үйінде тұру керек. Себебі желе активаторы first бірінші көмек. Укусы, раны, ожоги, порезы, қызарған, күйген, ауырып қалған, мысалға кесіп алған, қанап жатырса, послеоперационный шоктарды да, баланың температурасы болса, жөтеліп бірінші сәлектен келсе, тамағынан қақырық болса, first шашамыз, және жегіземіз. Температура понос болса, активатор мен пробиотикті береміз. Жаңадан, мысалы, тоже үстіне непонятный бірдеңе шығып кетсе, ветрянка болса, псориаз болса, first шашамыз и желені жағамыз. First'тың ішіне 80% алоэ, на спрей, алоэ и плюс шөптер. Бұл успокаивающий эффект и противовоспалительный эффект. Желе деген 85% алоэдан тұрады. Тоже мен шашымын маска ретінде жағам. Жаңа басында көрсеттім ғой, алоэның желесі. Мынау тюбиктегі түрі. Активатор деген 98% алоэның суы деп айтуға болады. Тоже ішке ішуге болады, бетке тоник ретінде жағуға болады. Біздің баламыз бұны көрсе, полный флакон ішіп алуға дайын тұрады. Неге? Себебі дәмі қышқыл тәтті и балалар спокойно жейді. Ақжан, мынау кім бала сурет салып жатыр менің презентацияма. Одан кейін жеке гигиена заттары бар. Интернет-магазинде зубной гель. Бұл зубной гель дегеніміз құрамында алюминий тұзы жоқ, құрамында химиясы жоқ, таза алоэдан жасалған, ішінде фтор бар, ментол бар, прополис бар, күшті тісті тазартатын, ағартатын, қанды тоқтататын, стоматит болса, аузына жағымсыз иіс шықса, жаңағы чувствительный десна болса, жақсы көмектеседі. Шампунь и кондиционер алоэдан жасалған, органовый масло бар ішінде, эфирный масло, иісі өте күшті, шашты жұмсақ қылып, шашты өспейтін шаш болса, мысалға, менде қазір мына кикі сияқты уже өскен жаңа шаштар, мына витаминдермен осы шампуньдардың арқасында. Жидкое мыло баланы жаңа туған нәрестені шомылдыруға болады. Неге? Себебі оның pH балансы 5:5. Кішкентай баланың нәрестенің кожасына наоборот жақсы. 80% біздің демалатынымыз тері арқылы демаламыз. Сондықтан да біз киімді немен жуамыз, үстімізді немен жуамыз, қандай крем жағамыз, соған да байланысты. Кейбіреулер аллергиясы кетпей жөтеліп түшкіріп жатады. Онда өте қатты байланысты киімімізді және үстімізді немен жуатымыз, тек қана іште ем алмай, сыртымыздағы уходты ауыстырған жақсы. Липс деген біздің гигиенический помада, тоже аптечка, ішінде алоэ, жожоба майы бар, прополис бар. Геморройға да свеча сияқты қолдануға болады. Жаңағыдай жырылған, қырылған бір жерлер болса, сразу кетіреді. Герпес болса, ұшық шықса, конъюнктивит болса, сразу жақса. Бірінші помощь сияқты аптекадағы көптеген майыздардың заменасы болып есептеледі. После бритья мужской крем тоже ер адамдарға өте ұнайды, иісі күшті, көпке жетеді. Жаңаға беттегі раздражениені кетіреді, беттегі әжімді тартады, және де қырынғаннан кейін жаңағы раздражение болмайды, қызармайды. Но алюминий тұзы жоқ, натуральный дезодорант көбі қолданып болса біледі. Хит продукт біздің, неге? Себебі бұның таза алоэдан жасалған. Кейбіреулер айтады, маған терлетпейтін дезодорант бересіз ба? Рекламада 24 сағат, 48 сағат терлемейсіз, иіс шықпай жүресіз депті. Ол өте қауіпті. Бізді Алла Тағала жаратқан көзден, мұрыннан, құлақтан, ауыздан, қолтықтан и половой органнан шығу керек токсин. Бұның бәрі біздің кір нәрсеміз. Біз аламызда оны пробкамен жауып қоямыз. Ол токсиндердің бәрі сыртқа шығу үшін ішке именно молочный железаға барады. Сол үшін де Қазақстан статистиканы көрсеңіз болады. Қазақстан СНГ елдері бойынша Россия рак молочной железы бірінші орында тұр. Осындай нәрселердің әсерінен. Сондықтан да бұл дезодорантты қолданған кезде кішкене қолтығыңыз терлеп, жағымсыз иіс болуы мүмкін. Неге? Себебі ол жаңағы бәкән бәрін шығарады бірінші, сосын барып қалыпқа келтіреді, баланс қалып келеді барлығы. Санитайзер бұл тоже антисептик, құрамында прополис, алоэ бар. Қолды кептірмейді және де жаңағы жағымды әсерін беріп, аяққа да мысалға жағымсыз иіс болса, аяққа да қолдануға болады. Бас ауырып тұрса, санитайзер тоже былай жағып, кішкене мұрынның үстіне жағуға болады. Тоже противовоспалительный и антимикробный эффект береді. Infinity тері күтімі бар, бұл антивозрастной уход, таза пептидтерден жасалған. Бұның тоже көптеген премиялары бар. Америкада болатын выставка бар, Pure Beauty Awards деп аталатын. Сонда бірінші орындарға ие болған. Умывалка, сыворотка, биокомплекс, бұл мысалы укол салатындар бар ғой, қазір ботокс ретінде бетке. Соның натуральный таблеткадағы түрі. Ботокс, гиалурон, коллаген таблеткадағы түрі. И крем насыщенный тоже бетті тартатын и прям бетке питание беретін өте насыщенный крем. Соня скинкер, но менің любимый наборым, қазіргі уақытта осыны мен қолданамын. Пигментный дақтарға өте күшті көмектеседі, бетті тартуға көмектеседі, және бетті ағартуға күшті көмектеседі. Умывалка, сыворотка, крем и ночная маска. Плюс косметичка подарок беріледі. МПД жаңа мен айтып отырмын ғой, немен киіміңізді жуатынға да байланысты. Бізде мысалға үйде мына химикаттардың ешқайсысы жоқ. Біз посуданың да, киімді де, баланың киімінде, өзіміздікінде тек қана осы сары бутылкамен жуамыз.
кішкене ғана капелькасын құямыз, посуды жуғанда тоже кішкене құямыз да сумен араластырамыз. Өте тиімді, бағасы жағынан экономияда көптеген жерге кетеді. Мысалға жаңағы айна жуатын болсаңыз, мистер Проппердің орнына бутылкасына кішкене ғана құйып сумен араластырып қойсаңыз ешқандай айғыз қалдырмайды. Қолдағы аллергия кетірмейді. Даже бізде алдында пандемия кезінде шампунь жаңадан шығып жатқан кезде шампунь болмаған, интернет-магазинімізде қыздар осы МПД-мен даже шаштарын да жуған, күшті эффект берген. Себебі бұл табиғи. Қазіргі уақытта және де көп өте кішкентай балалар пери жұтып қойды, санита дегенді жұтып қойды, ішіп қойды деген сияқты химикаттарды алып ұстаңыздар. Біздің алоэ МПД-ні жұтып қойса, ішіп қойса да ештеңе болмайды. Т9 программасы, арықтау программасы, бұл тек қана арықтау емес, бұл қалыпқа келу, тазалану программасы. Сахарный диабет болса, мысалға, проблема кишечникпен болса, іш құрылысы тазалау керек болса, осы Т9 программасын өте умный диетолог, нутрициологтармен жасаған программа. Ішінде 2 литр сок, коктейль, файбер, жиросжигающий витамин и энергодающий витамин бар. И плюс шейкер, дневник и сантиметр в подарок беріледі. Өте көптеген результаттар бар, марафондар болып тұрады. Немесе өзіңіздің шақырған адамдарыңызбен осы Т9 программасы туралы толық біліп, арықтауға болады. Қазіргі уақытта жаз келе жатыр, көктемде ашық киініп бастаймыз. Біздің спонсорымыз айтқанда начинаем раздеваться. Сондықтан да лишний вестардың барлығын қалыпқа келтіру үшін осы программаға отырсаңыздар болады. Ішінде кітапшасы бар, бәрі жазылған. Қалай ішу керек, не ішу керек, не істеу керек, кішкене 10 000 шаг жасап, жүріп, растяжка жасасаңыздар, мықты результаттар. 9 күннің ішінде осылай арықтаған адамдар бар. Мысалға мына ағаны қарайтын болсақ, бұны фитнес-тренер бізде разбор жасайды. Бұл мысалға кісінің прям артық бір май деп айта алмаймын дейді. Мына кісінің ішкі органдары ісіп кеткен дейді. Воспаление внутренних органов. Тоқ ішегі ма, бір жері ма ісіп тұрған. Осы Т9 программасын ішу арқылы жаңағы ісігі қайтқанда іші прям тартылып қалған. И бетінің де нұры кірген, жаңағы екінші подбородок кеткен деген сияқты. Бұл кісінде тоже осындай күшті результаттары бар. Өзіңізге де қарап алсаңыз болады. Енді бұл мен сізге бизнес-план туралы, продукция туралы айтып өттім. Енді бизнес-планға өтейік. Осы бір продукцияның арасында маған анау керек, мынау керек, осыны қолданғым келеді деп айтатын болсаңыз, өзіңіз можете спокойно 100% бағаға тіркелмеймін десеңіз, 100% бағаға қымбат бағасына алсаңыз болады. Ал егер сіз мен тіркелем, мен көрем, просто потребитель боламын десеңіз, 12 000 теңгеден жоғары тіркелуге болады, сізде 5% жеңілдік болады. 5% жеңілдік маған аз, маған көп жеңілдік керек десеңіз, 2 балға сразу товар алып, дайын коробкалар бар бізде, 30% күймейтін, ешқашан алып кетпейтін, ешқашан түсіп кетпейтін, ешқашан жоғалып кетпейтін, өмір бойы қалатын, сізде 30% жеңілдікке өтіп алсаңыздар болады. Бізде тіркелу тегін, ақша тегін кітапшаға, анау-мынауға, кейбіреулер просто сайтқа тіркелу үшін ақша алады екен басқа компаниялар. Бізде ондай жоқ. Кәдімгі регистрация. Инстаграмға, Фейсбукқа регистрация жасайсыз ғой, атыңызды, фамилияңызды, адресіңізді, телефоныңызды жазып. Сол сияқты бізде де регистрация. Интернет-магазин, әп-әдемі, бәрі дайын, бәрі жазылып тұр. 5% жеңілдікпен аласыз, бірінші товарыңызды, немесе сразу 30%-пен аласыз. flpcast.com деген сайт. Осында кіріп регистрация, өзіңіздің шақырған адамыңызға хабарласып, ссылканы сұрап, тіркеліп, қарап көрсеңіз болады. Сізді тіркелу ештеңеге міндетсіндірмейді, ни к чему не обязывает. Просто потребитель ретінде де пока қолданып көрсеңіз болады. Дальше өзі бизнес жасағыңыз келсе, спокойно өзіңіздің шешіміңізді өзіңізде. Приложение шықты жақын арада, өте ыңғайлы. Тоже өзіңіздің интернет-магазиніңіз приложение арқылы кіріп, рас, не керек. Каспи магазин сияқты, Алиэкспресс сияқты, Flip.kz, қазір көп қой интернет-магазиндер. Сондай дайын тұрған интернет-магазин, тек қана біздің брендтің заттары бар. Ал кім бизнес бастаймын, мен де өмірімді өзгертемін, мен де бизнесті бастағым келеді десе, кезінде мен айттым ғой, миллион жарым теңге құйдым деп бутикке. Мұнда всего лишь 200 000 теңге, 210 000 теңгеге осындай коробкамен бизнес бастасаңыз болады. Сіз мысалға қандай да бір бизнес ашқыңыз келсе, овощной магазин болсын, киім магазин болсын, нижнее белье магазин болсын, сумка магазин болсын, сізге все равно қолыңызға товар керек. Заказ беріп товар, мысалға болады тоже олай да жасауға да, заказ беріп көрсетіп, бірақ қолыңызда товар болатын болса, ол өзіңізге намного легче. И плюс өзіңіз де қолданып көру керексіз. Сондайға арналған бізде готовый бизнес-стат осындай коробкалар бар. Толық 2 балдық коробка, осындай бізде 2 түрі бар. Особенно деп аталады и новый деп аталады. 13-ші коробка и 16-ші коробка. Ішінде витаминдер, жаңа мен айтып отқан кремдер, личная гигиена и соктар.
өзіңізге керекті бүкіл нәрсе, кейбір нәрселер екі-екіден сатсаңыз да болады, өзіңіз де қолдансаңыз болады. Сіз мысалға нені қолданып көрдіңіз, соны айта аласыз. Егер сіз өзіңіз иісі қандай, түрі қандай, дәмі қандай білмесеңіз, сіз қалай басқаларға айтасыз деген сияқты да. Өзіңізге результат көргеннен кейін уже намного легче. Және де акция бойынша, егер 210 мың көп десеңіздер, асығыңыздар, себебі 164 мың коробкалары бар. Осы апта келеді деді ма, келесі апта келеді деді. Қазір наличие бұл коробка жоқ. К сожалению, бірақ жақын арада келеді деді. Пандемия кезінде бізге оңай болсын деп, кішкене жеңілдік болсын деп, осындай акционный коробка. Бұның коробканың алғанда, мысалға сізде қандай тиімді нәрселер бар. 30% скидкаға ие боласыз. Бұл коробканың ішіне қарап өтейік, не бар екен? 3 сок бар. Дезодорант, жидкое мыло, активатор, First Lips желе. Жаңа мен аптечка деп айтып өттім ғой. Зубный паста, тісіңізді жуасыз, үстіңізді жуасыз, қолтыққа жағатын бар. Шампунь, шашыңызды жуасыз, крем бар, скраб бар, және де витаминдерден сок, пробиотик, Арджи, Нобелевский премиясы бар, Арджи бар. И күйеуіңізге тоже подарокке после бритья крем тоже бар деп айтуға болады. Бұл коробка өте күшті коробка. Сол коробканың күштілігі соншалық бітіп қалыпты. Бірақ жақын арада келеді деп жатыр. Кім тіркелгісі келеді, осы коробкаға асығыңыздар. Себебі 210 мың теңгенің орнына 164 мың төлеп, жаңағы мен айтқан бүкіл жеңілдіктерге, жетістіктерге жетсеңіздер болады. 1,5 балдық коробка болғанмен 2 балл есебінде келеді сізге. Оптовый күймейтін 30% скидка. Барлық обученияларға сізге ссылка доступ болады. Өзіңіздің интернет-магазиніңіз болады. Астыңыздан адам тіркеп, уже Каспи счетыңыздағы немесе халық банк счетыңызды тапсырып, астыңызға адам тіркеп, уже жалақыға шығасыз. Бізден компанияның бір жақсы, бірінші күннен бастап мен жұмыс жасайын, мен пысықпын, мен қолымнан келеді деген жалмаңдаған адамдарға, мен сияқты пысық адамдарға бірінші күннен бастап ақша табуға болады. Неге? Себебі халал бизнес, ешқандай қиындығы жоқ. Осы коробкаға бүгін тіркелдіңіз ба, ертеңнен бастап уже адамдарға айтып, келесі күннен бастап сондай коробкаға тіркеп, уже мысалға май айының 15-не дейін зарплата алып отырсаңыздар болады иншаллах. Енді бизнесті кім басқа қалада орналасқан, соларға 4 балды контакт алуға болады. Бірінші коробканы 5% скидкамен өзіңізге аласыз қолдануға, екінші коробканы 30% скидкамен уже машинаға салып қойсаңыз болады, үйіңізде презентация өткізсеңіз болады, немесе таныстарыңызға, достарыңызға. Бізде мысалға мен Ақтаудікімін, Ақтаудың қыздары болса сәлем. Жақында осы көрісу 8 наурыз, 22 наурыз қыздардың барлығы осы коробкадан жан-жақтарымызда, туысқандарымыздың бәріне качественный продукция болсын деп, сыйлыққа осы коробкадан продукция сыйлаған. Тоже такой лайфхак. Енді сіз қалай өсесіз, карьерный лестница. Біздің бизнестің өте оңай, 4 түрлі статус бар. Ассистент супервайзера, супервайзер, ассистент менеджера, менеджер. Ассистент супервайзера, сіз 2 балл жаптыңыз, коробканы алдыңыз, құттықтаймыз, сіз ассистент супервайзерсіз. Астыңыздан подружкаңызға айттыңыз, күшті бизнес, продукция бар, ақша табуға болады, саяхаттауға болады, осындай мүмкіндік бар. Ол кісі сіздің астыңыздан тіркелді, келесі күні уже сізде зарплата жиналып бастайды да, 50 мың теңге ала аласыз бір подпискадан. Одан кейін супервайзер, любой бизнестағыдай, сіз уже мында бұл бизнеста адамдармен жұмыс жасаған жақсы, чем продажымен қарасағанда. Біз мысалға командамыздың да сатыңдар деп үйретпейміз. Сататын менде тек қана Инстаграм. Мен Инстаграм пост салам, история салам и так далее. Солай менің интернет-магазині жұмыс жасап тұр. Интернет арқылы сату менде да. А былай мен басында адамдармен жұмыс жасаған жақсы көремін. Очередьте тұрсам да, далада таныссам да, интернетте таныссам да, сол адамдармен жұмыс жасап, мысалға сіз өзіңізде командаңызды құрып, супервайзер статусына ие боласаңыз болады. Біздің компанияның тағы да бір жақсы жері, квалификация 2 айға беріледі. Бірінші айда 10 балл, екінші айда 15 балл жасап, уже спокойно сіз супервайзер бола аласыз. 38% скидка, средний супервайзердің жалақысы 90-150 мың теңге. Ассистент менеджера 75 балл жасайсыз 2 айда, средний зарплата 150-250 мың теңге. Менеджер деген ең күшті, ең мықты, ең тәтті статус, себебі бұл лидерский статустардың бірі. 120 балл жасасаңыз болады, 2 айда немесе 4 айда бөліп 150 балл жасасаңыз болады. Менеджер болғаннан кейін сіздің тоже скидкаңыз күймейді, самый максимальный возврат, и өзіңізге 6 грамдық алтыннан жасалған значок беріледі, и сіз уже компанияда лидер ретінде танылып өтесіз. Менеджер болғаннан кейін сіздің 5 түрлі табыс көзіңіз бар. Бірінші, алып сату. Сату мысалға айттым ғой жаңа, менде онлайн магазин, бүкіл базар, магазин, бутик. Сіз мысалға бизнес бастағыңыз келсе десе, тек қана көбіне сауда ғой, бизнес бар, оқытуға келіп жататын сағанда, мында деген сияқты. Мында то же самое, сіз мысалға оптом сатып алып, соколойны Инстаграмға, OLX-ға салу арқылы и розницу бағасына көрсетіп,
жаңағы арасындағы маржаны қалтаңызға салсаңыз болады. Екіншісі айналымнан. Бұл бизнес франшиза ретінде. Мен мысалы қазір бизнес туралы айтып отырмын. Менің көптеген франшизаларым бар. Ақтау қаласында, Жаркент қаласында, Алматы қаласында, Астана қаласында, Уральскте бар, әртүрлі Ақтөбе қаласында франшизалар бар да. И как мысалға сіз өзіңіз магазин болсаңыз, сіз астыңыздан как франшиза ретінде дочеркалар, компаниялар аштыңыз да. Солай сияқты сіз уже астыңыздағы обороттағы адамдарды компания сізге есептеп, ол адамдардың ақшасын бермейді. Компания өзі бөлек сол бойынша сізге ақша төлеп отырады. Авторский гонорар ол дегеніміз не? Авторский гонорар, авторлық құқық деген бар ғой. Художниктерге, мысалға Майкл Джексон да, әнші, ол өзінің атында көптеген өлеңдер, дисктер, кассеталар тастап кетті. Ол мысалға қайтыс болса да, оның балалары авторский гонорар алып отыр, патент алып отыр. Солай сияқты сіз мысалға өзіңіз менеджер болдыңыз ба, астыңыздан менеджер өсірдіңіз. Мысалға сіз мұғалімсіз да, сізге практикант келді, сіздің бастығыңыз айтады: вот практикант, осына сен сияқты профессионал мұғалім болып өсір. Журналға қалай толтыру керек, балаларға қалай баға қою керек, қалай тексеру керек дәптерді деген сияқты бәрін сіз үйретіп, өзіңіздің біліміңізді, энергияңызды, күш-қуатыңызды жұмсап, сол практиканттан мысалға жақсы мұғалім шығарасыз. Бірақ сіз жұмыстан кетіп қалсаңыз, ол практикант жаңа мұғалім болып өссе де сізге ешқандай одан пайда жоқ. А мында наоборот, сіз менеджер болдыңыз ба, астыңыздағы партнерларыңызды менеджер қылып өсіріп, өндіріп, көмектесіп, көрсетіп, оларды жетекшіп жүрсеңіз, солай сіз де одан 6, астындағы менеджерден 3, астындағы менеджерден 2% сіз уже пассивный доход аласыз. Менеджер деген өзі маркетинг оқитын, кездесулер ұйымдастыратын, самостоятельный лидер деп айтуға болады. Солай сізде уже мысалы бір менеджер өсіріп жібердіңіз, екіншісін, үшіншісін, төртіншісін уже 6% алып отырып, сізде уже пассивный доход пайда болады. Автопрограмма и 13 зарплата. Автопрограмма дегеніміз қазір айтып өтем. Және де бізде компанияда 2 түрлі жылына путешествие беріледі, саяхат. Eagle менеджер бағдарламасы, біз былтыр ол бағдарламаны орындадық, бірақ пандемияға қарсы Америкаға біз жібермей қалдық. Бармай қалдық, бірақ орындағанымыз үшін бізге компания жалақы ақшалай сыйлады, хотя компания айтуға болатын еді. Біздің қатысымыз жоқ, как бы форс-мажор и так далее, кешірерсіз деп та. Жоқ, бірақ компания біздің бүкіл билетіміздің, неміздің ақшасын бізге зарплата қылып құйып берді. Плюс еще обучение болды, еще подароктар болды, көптеген рюкзак, сумка, бокал, блокнот деген сияқты бізде қазір бәрі forever ғой. Солай сізге тоже 2 адамға саяхат. Бұл семейный бизнес, философия семейного бизнеса. Сізге бір саяхат берілетін болса да, сізге өзіңізге емес, жолдасыңызға бракосочетание неңізді көрсетіп, жолдасыңызға да екінші путевканы береді бесплатно. Одан кейін Global Rally деген бар. Осы айда майдың 10 мен 15 аралығында біздің жоғары спонсорларымыз осы квалификацияны орындады. Бұйыртса Абу-Дабиға билет уже компания алып береді. Полностью ұшу туда-обратно, өмір сүру сол елде, питание, проживание, бүкіл тренингтары, әртүрлі путешествиялары барлығын компания өзінің мойнына алады, өз төлеп береді. Біздің ата-анамыз не істеді? Олар просто паспорттарын алды, компанияға тапсырды, оларға билет алды. Плюс еще Абу-Дабида болады, и Дубайда 5-6 күн тоже қыдырады, компанияның офисіне барады, суға түседі кішкене деген сияқты. Солай өзіңізге өзіңіз жұмыс жасайсыз, ақша аласыз, и плюс компания сізге сол үшін саяхат береді. Келесі жылы бұл Бали, 2023 жылы кім осы бизнесқа кіріп бастағысы келеді, спокойно осы Балиға жұмыс жасап, тоже келесі жыл Балиға барсаңыздар болады. Алла қаласа бізде соны пландап отырмыз. Автобағдарлама деген бар, 3 жыл бойына төленіп тұратын жалақыға плюс дополнительный доход. Бір айда 50, екінші айда 100, үшінші айда 150 балл жасасаңыз, компания сізге 400 евро тегін беріп отырады. Болған машина ал немесе там кредит ал деген ешқандай условия жоқ, машинаға привязка жоқ. Қанша не алғыңыз келеді, сол суммаға қанша өзіңізге аласыз. Компания сізге карточкаңызға наличкамен құйып отырады. Мен бұл ақшаны өзім көзіммен көрдім. Біздің жоғары спонсорларымыз, ата-анамыз осы программаның уже 3-ші деңгейін орындаған. Ай сайын оларға 700 евро карточкасына түсіп тұрады. Астыңыздан 2 менеджер өсіргеннен кейін старший менеджер боласыз, аға менеджер 700 мың теңге, одан кейін соринг менеджер 1 200 000 средний зарплата, астыңыздан 5 менеджер шығарсаңыз, астыңыздан 9 менеджерді одан да көбірек шығарсаңыз 4-5 миллион теңге. Бұл біздің ата-анамыз Магомедов Умарова Роза, менің ата-енем, бұл компанияның басшысы. Сапфир статусын жапқан кезде осылай сахнаға шығарып, Қазақстанның туымен, жалауымен, қазақша киіммен
немесе forever киіммен осылай сіз де үлкен сахнаның төрінде тұрсаңыздар болады. Бұл дегеніміз үлгі ретінде кәдімгі қазақтар, қарапайым қазақтар. Менің енем химик биолог, өзі оқу несі бойынша, образованиесі бойынша таможняда жұмыс жасаған, өзінің салон красоты болған, содан кейін кәсіпкерлер. Бұл кісі өзінің рыбный заводы болған, қазіргі уақытта тек қана фореверде, енеміз пенсияда, оған қарамастан пассивный доход 4-5 миллион теңгемен өз көзіммен сол ақшаны көргеннен кейін осы тұратын үйімізде, машинамызда барлығы тек қана осы бизнестен келетін кіріс болғаннан кейін мен де қызығып сұрадым, менің қолымнан келе ме, мен де жасай алам ба, мен де осындай табысқа жете алам ба деп. Әрине деп, маған да осы мүмкіндікті көрсетті. Мен мысалға ондай жаста болмасам да, ондай адамдарым болмаса да, менің де қолымнан келді. Сіздердің де солай қолдарыңыздан келеді. Сапир болғаннан кейін бриллиантовый сапир и бриллиантовый менеджер деген статус. Мұнда уже пассивный доход жаңа 6-3-2 дедім ғой. Сол 7-4-3-8-9 болып өсе береді доходтарыңыз. Президент бонусы бұл 5-ші доходтың түрі. Жыл бойы жасаған сіздің неңізден, доходыңыздан, и плюс еще өзінің условиялары бар, жасау керек. Сол бойынша жасасаңыз, компания өзінің табысымен әлемдік сізбен бөліседі. Кусочек пирога вам отдает, можно сказать. Тетя Оля, бұл біздің легендарный тетя Олямыз, апа Оля, $6343 13-ші жалақы алды. Бұл пенсионер, 69 жастағы келеді осы жылы. Оның коронный фразасы бар: мен өзімнің немерелеріме чупа-чупстан артық нәрсе алып беретіме қуанамын деп. 69 жаста болса да үлкен команданың иесі, сапир менеджер, бизнесқа где-то 10 жылдан астам уақыт өтті келгеніне, бірақ оған қарамастан өте қазіргі уақытта қарқынды түрде жұмыс жасап келе жатыр. Печмай ең үлкен чек $87 000, осы ақшаның құртылғанына өзіміз куәгер болдық. Осы Алматы Аль-Фарабидің бойында Lexus центрдан жаңа судай жаңа нулевый Lexus алған 33 миллион теңгеге. Біздің банктердің шок болған соншалықты, то что олар ондай наличкаға ақшаға алған адамдар көрмеген жаңағы банк 33 миллионды қайда жүріп жатсыз деп соны қадағалап тексереді. Оны сосын жаңағы Lexus центр қабылдай алмайды, солай қысық болған. Сол кісілердің мысалға тек қана бұрыннан бері келе жатқан адамдар емес, жастардың да қолынан келеді деген дәлел. Данияр Бухаршин, Хамза Зарина, бұлар тоже біз сияқты жас семейный пар, жастары 25-30-да, қазіргі уақытта айына миллион теңге тауып отыр, и 13-ші зарплаталар $4-5 мың. Біздің жоғары спонсорларымыз тоже 13-ші жалақы алған. Біздің ата-енеміз, біздің жоғары спонсорларымыз венгрлар, Атила және Котика Гидофалби, осы кісілердің системасы бойынша біз жұмыс жасап келеміз. Миклаш Беркич бұл бұрын темір жолда жұмыс жасаған, 98 жылдан бері осындай чектерді алу бойынша чемпион деп айтуға болады. Рольф и Доминикки, бұл кісілер тоже бірінші форевердегі бірінші адамдар. Егер осы кісіні көрем, осындай $1,5 миллион табатынның түрі қандай болады деп қызықсаңыз, июньде біздің семинарға келсеңіздер болады, Турция қаласында болатын. Біз мысалға осы бизнестің қалай жасалу керек, қандай өзінің секреттері бар, соның барлығын біліп көру үшін үлкен бізде бизнес семинарлар болады. Сол бизнес семинарларға сіздер де қатысып, қыр-сырын біліп, үйреніп, осындай $1,5 миллион, $400 мың, $500 мың тауып отыратын адамның сабақтарына қатыссаңыз болады. Мысалға, Рольф Киптің ай сайынғы жалақысы €700 мың. €700 мың мысалға мен қатты немен евромен білмейді екенмін да, как бы не могу представить себе. 350 миллион теңге, ойлап қараңызшы, ай сайын бұл кісінің зарплатасы 350 миллион теңге. Білмеймін, мен басыма әлі ондай сумма сыймайтын, мышлениені өсіру керек қой. 350 мың, сіз айына 350 миллион теңге тапсаңыз, қайда жұмсар едіңіз да? Осы 350 миллион теңге табатын адам сізге сабақ берем, көмектесем, көрсетем, осы бизнесті үйретем десе, сіз барар ма едіңіз? Сондай үлкен Турцияда семинар болады. Сол семинарға сізді де шақырамын. Әр адам қатысқысы келетін, барғысы келетін, көргісі келетін. Бізде бүгін командамыздан Зейнеп уже билет алып қойды туда-обратно. Алматы, Анталия, Алматы. Сіздер де алып, сол семинарға қатыссаңыздар болады. Forever енді бізге не ұсынады? 168 елде тегін контракт, халықаралық бизнес. Бүгін біз Наргизді құттықтаймыз. Индияда өзінің оқушысын бір партнерді тіркеді. Россияда біздің бизнес, Дубайда менің подружкам. Солай тіркеліп, адамдар өзінің бизнесін спокойно басқа елдерде дамытуға болады. Карточкаға ақшалай
жалақы түсіп тұрады Халықбанк немесе Каспий Голдқа әр ай сайын 15-не дейін. Келесі семинар бізде Түркияда 21-нен 28 маусымның аралығында. Сіз де қатысып, сол семинарға келіп, біздің бизнестің қызық сырларын басқа адамдарды көрсеңіздер болады. Осы бизнесте жүрген пенсионерлер болсын, студенттер болсын, басқа да бір профессияның иегерлері болсын, соларды қызығып қарап көріп, соларды үйренсеңіздер болады. 3 күн болатын семинар, плюс еще бір апталық бізде отдых болады. Турцияға біз тек қана семинар үшін емес, жаздық демалыс үшін де баруға болады. Қазіргі уақытта біздің достарымыз путевка алған 2 адамға, семейный параға 2 миллион теңге кетті. А бізде көп болса 500-600 мың теңге кетеді, бірақ оған қарамастан өте тиімді сондай путевка деп айтуға болады. Бізде алдыңғы неде мартта осы 21 мен 25 аралығында барып келдік. Март айында болған семинарға бізде қанша 300 мың ба 350 мың теңге кетті бір адамға. Өте тиімді, потому что компанияда біз 1000 адам болып барғаннан кейін, 700-800 адам болып барғаннан кейін 70% скидка жасайды. Чем отельдің мысалға бір апта бойы пустой тұрғаннан көрі, бір апта бойы полный болып тұрған жақсы ғой. Сондықтан да біз уже компаниямен бүкіл командамыз баратын болса, наоборот, это выгодно. Поэтому қазіргі уақытта егер мүмкіндік болатын болса, Түркияға команданың қыздарына айтып отырмын, Түркияға билет алып қойсаңыздар болады. 21 мен 28 аралығында алғашқы 4 күн демаламыз, теңізге түсеміз. Бұйыртса Алла қаласа. Одан кейін 3 күн сабақ оқимыз. Одан кейін бизнесті жарамыз. Гаухар болды бізде командада, мен мамам болды. Енді бұл бизнестің өте қызық, күшті бизнес, себебі мен мамамды өзім сол Турцияға барған семинарда мамамыз екеуміз кездесіп, бір апта демалып қайттық деп айтуға болады. Енді бизнестің берері көп. Ақша да бар, денсаулық та бар. Кстати, бүгін рекап бонус шықты. Кім өзінің зарплатасын әлі білмейді. Зарплаталарыңызды рекапқа кіріп қарасаңыздар болады. Қанша болғанын бүгін уже партнерлардан естідік, қанша зарплата алғандарын. Біз де өзіміздің зарплатамызды естіп қуандық. Бұйыртса скриншотты жібереміз. Алла қаласа, больше миллиона заработали за прошлый месяц. Еще все впереди, да? Поэтому всем спасибо за внимание. Барлықтарыңызға рахмет. Егер сұрақтарыңыз болса, өзіңіздің шақырған адамдарыңызға хабарлассаңыздар болады. Дұрыс айтты ма, бұрыс айтты ма, өтірік па, шын ба Мадинаның айтқаны деп. Келесі уже осы маркетинг планды тыңдағаннан кейін бизнес жасағыңыз келсе, 7 қадам деген бар. Біздің жүйе, система. Қалай жасаймын, не жасаймын? Біздің жүйенің бір жақсы жері барлығы жазылған. Қалай жасау керек, не істеу керек, қанша адам шақыру керек бізде? Бизнесқа адам келді ма, результатқа дейін, ақша тауып үйренгенге дейін, продукцияны ішіп үйренгенге дейін, от и до бәрін үйретіп біз көрсетеміз. Біздің мақсатымыз адамға сатып жіберу немесе адамды просто тіркеу емес, біздің мақсатымыз сол адамдардың табыс табуы. Бүгін командадағы қыздар 100 мыңнан артық зарплата алып отыр, 200 мыңнан артық зарплата алып отыр. Аллаға шүкір, бірінші Алла, екінші Forever осындай мүмкіндік беріп отыр. Неге біздің қазаққа жасамасқа? Егер менің қолымнан келсе, мен айтамын ғой, щегушка кішкентай 20 жастағы қыздың қолынан келсе, бұл бизнесқа немқұрайлы былай хобби ретінде қарамаңыздар. Бұл бизнесқа егер 100% мен жұмыс жасаймын деп, өзіміздің системамыз бойынша осыншама звонок жасап, осыншама шақырумен, осыншама действиялар жасайтын болсаңызда, сізде айына 200 мың, 300 мың. Біздің декретте отырған мамалар қазіргі уақытта өте көп. Мен мысалға миллион доходқа 1,5 жылда шықтым. Бұдан да ертерек шығып жатқан қыздар бар қазіргі уақытта. Себебі мен сүрініп, құлап, мотивациям өшіп қалып келіп деген сияқты. Әр адамның өзінің жолы бар. Сондықтан да егер қалай табу керек екенін білгіңіз келсеңіз, бізде онлайн кәсіпкерлерге арналған прям осындай жүйе бар, 7 қадамнан тұратын. Сол қадамнан сұрап, енді не істеймін деп сұрап, адамдармен хабарласып, өзіңіздің шақырған адамдарыңызбен уже спокойно отырып сөйлесіп, бизнестің ары қарай қалай жасау керек екені туралы сұрасаңыздар болады.